Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Омар Нұрбек. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз Arduino'дағы логикалық операторлар жайында. Arduino'да үш логикалық оператор бар, олар и, или, отрицание. Енді осы логикалық операторларымыздың қалай жұмыс жасайтынын көрейік. Біздің программамызда ең алдымен монитор последовательный интерфейс жалғанып тұр, және if else конструкторы. Бізде if конструкторы жұмыс жасайды, оның ішіндегі мәніміз шындық болса, яғни true болса. Монитор последовательный интерфейс бізде, яғни if конструкторының ішінде команда орындалып тұр, яғни дұрыс деген сөз. Ал осы true'міз бізде false болатын болса, false, онда бізде дұрыс емес деген, яғни мәтін шығып тұр, яғни else'ның ішіндегі команда орындалып тұр. Енді ең алғашқы қарастыратын логикалық операторымыз ол и. Біздің логикалық операторларымыз белгілі бір символдармен жүзеге асады. Бірінші логикалық операторымыз ол и. Бұл логикалық операторымыз екі жағындағы мәніміз шындық болатын болса, яғни true деген мәнді береді. Начать моделированиені басамын. Мына if конструкторымыз жүзеге асып тұр, яғни дұрыс деген мәтін шығып тұр. Ал егер осы логикалық операторымыздың оң жақ және сол жақ мәніміздің біреуі қате болатын болса, яғни жалған болатын болса, false болатын болса, false, онда бізде мына жердегі мәніміздің барлығы бізде жалған болады, яғни false болады. Сол себепті бізде дұрыс емес деген сөзіміз шығып тұр. Келесі логикалық операторымыз ол или деп аталынады. Оны екі тік сызық символымен жүзеге асады. Начать моделированиені дейтін болсақ, бізде дұрыс деген сөз шығып тұр. Себебі біздің осы или логикалық операторымыздың екі жағындағы мәніміздің біреуі ғана шындық болатын болса, ол бізде мына жердегі мәніміз true болып есептелінеді, true болады. Сонымен бізде дұрыс деген сөзіміз шығып тұрады. Міне, true. Ал егер бұны дұрыс емес деген сөзді шығару үшін екі мәнімізді бізде не болу керек? Жалған болу керек. False. Начать моделирование бізде дұрыс емес деген сөз шығып тұр. Енді үшінші логикалық операторымыз ол бізде отрицание. Ол үшін false'ты қоямыз. Начать моделирование бізде қазір дұрыс емес деген сөз шығып тұр. Логикалық операторымыздың отрицание операторын пайдалану үшін false'тың алдына леп белгісін қоямыз. Бұл жердегі false'ымыз леп белгінің көмегімен, яғни осы символдың көмегімен бізде неге айналады? True'ға айналады. Сөйтіп, начать моделированиені басатын болсақ, бізде дұрыс деген сөз шығып тұрады. Ал егер бұл жерде false емес true болатын болса, бұл true'міз, яғни леп белгінің көмегімен, яғни отрицание логикалық операторының көмегімен болмыз бізде неге айналады? False'қа айналады. Сөйтеді де бізде дұрыс емес деген сөзімізді шығарады. Енді сіздерге кішігірім практикалық жұмыс, сол жағымызда көріп тұрған Arduino'ға потенциометріміз және үш түрлі түсті светодиодын жалынған. Потенциометріміз A0 пинге, ал светодиодымыз 12-ші, 11-ші және 10-ші пинға. Осы потенциометрді бұрау арқылы біз белгілі бір мәндерді аламыз. Осы алған мәніміз 100 бен 300-дің аралығында болатын болса, онда қызыл светодиодымыз 300 бен 600-дің арасында болса, сары светодиодымыз, ал 600 бен 900-дің арасында болатын болса, жасыл түсті светодиодымыз болсын. Осы мәннің аралығында жатпаса, онда бүкіл, яғни үш түрлі түсті светодиодымыз мүлдем өшіп тұратын болсын. Осыны өздеріңіз практикалық жұмыс ретінде жасап көрсеңіздер болады.